Good day, learners. How are you? Today's our new theme is Marco Polo. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз Marco Polo деп аталады. Exercise number 25. Listen and read. Marco Polo stayed in China for 3 years. True or false? Ендеше оқушылар 25-ші жаттығуды бірінші тыңдаймыз, одан кейін оқимыз және бірге аударатын боламыз. So, listen. Marco Polo started his journey to China when he was 17 years old. Марко Поло 17 жасында ең алғашқы саяхатын Қытай елінен бастады. He arrived at the palace of Kublai Khan, the emperor of China. Ол Қытай императоры Құбылай ханның сарайына барады. Kublai Khan liked Marco Polo because he was very clever. Marco Polo worked for the emperor for 17 years. Құбылай хан Марко Полоны жақсы көреді, себебі ол өте ақылды болған. Марко Поло императордың қол астында 17 жыл жұмыс жасайды. Marco Polo left China in 1292. Марко Поло 1292 жылы Қытайдан кетеді. 3 years later, Marco Polo arrived in Venice. 3 жылдан соң Марко Поло Венецияға келеді. In 1298, there was a war between Venice and Genoa. Marco Polo ended up in prison. 1298 жылы Венеция мен Гена арасында, елдер арасында соғыс болады. Марко Поло сол кезде түрмеге түсіп қалады. In prison, Marco Polo met a writer. Marco told him about China and he wrote a book called The Travels of Marco Polo. Марко Поло түрмеде жазушыны кездестіреді. Марко Поло оған Қытай жайлы айтып береді. Және жазушы Марко Полоның саяхаттары жайлы деген кітап жазады. Today, we know a lot about China because of Marco Polo. People call Marco Polo one of the greatest explorers of all time. Қазіргі таңда біз Қытай жайлы көп білеміз, себебі Марко Поло арқылы. Адамдар Марко Полоны барлық уақытта да оны ұлы зерттеуші деп атайды. Exercise number 26 at page 89. Оқушылар People's Book'ымызды ашып, 89-шы бетін ашамыз. 26-шы жаттығу. Read again and put the sentence in the right order. Оқушылар бұл жерде сіздер сөйлемдерді рет-ретмен қоюларыңыз қажет. Яғни сандарын қойып шығасыздар. Бірінші берілген сөйлемдерді оқисыздар. Мысалға бірінші A1 Marco Polo left for China. Марко Поло Қытайға келді. Ары қарай қайсы сөйлем осылай реттік номерлермен қойып шығасыздар. So people, the lesson is over. Goodbye.